Üçüncü signal қарасаңыздар, ортасында екіге бөлінген үлкен сигнал болады. Мінекей ортасында екіге бөлінген үлкен сигнал, ортасы ашық көрініп тұрғандай. Үшінші бөлімде, төртінші бөлімде қақ ортасында ғана жоқ болып кетті, қақ ортасында үлкен ғана сигнал, осының аяқ жақ қайтқан жоқ. Міне төртіншіден үлкен сигнал ортасында, екі шетінде сигнал жоқ. Төртіншісінде, бесіншісінде тек қақ ортасында кішкене ғана сигнал болады. Міне осындай біз видео сигнал аламыз. Бірақ видео сигналды кеңістікке біз тарата алмаймыз. Өйткені кеңістікте тек қана радио толқында ғана таралады. Сондықтан да біз видео сигналды радио импульске айналдырамыз. Ішін міне қызыл мемен сызып қойып, радио импульстерге толтырамыз. Жоғары жиіліктегі. Радио импульс, жоғары жиіліктегі радио импульс модулятор, то есть генератордан шыққаннан кейін, то есть модулятордан видео импульс, генератордан радио импульс шығатты, оны біз антенна арқылы жіберіледі. Антеннадан, телевизордан қабылданады. Входной сеп кіріп тізбегі арқылы бізге керекті жиілікте ғана қабылданады. Одан кейін барып, жоғары жиіліктегі күшейткіш оны күшейтіп, смесителге араластырғыш жіберіп, араластырғыш оны гетеродин арқылы жоғары жиіліктен аралық жиілікке өткізеді. Аралық жиіліктегі күшейткіште біз тағы да екіге бөлемізді. Бұны осы сигналдың теледидарда видео сигналын амплитуд детектор және видео усилителге жібереді.